Шалбарды ең бірінші бастаған кезде толық пішіп алғаннан кейін осы жерінде сызығы бар. Бұл жерге бізде замок тігіледі. Осы замоктың орнына осындай кішкене кусок дублерин кесіп аламыз. Көлемнің үлкен кішілігі маңызды емес. Ең бастысы осының матаның теріс жақ бетіне тігілетін орынға дублерин жабыстыруымыз қажет. Және қалтаны осындай екі бөлігінен де екі данадан кесіп аламыз. Мынау үстіңгі бөлігі қалтаның. Мынау астыңғы бөлігі. Қазір тігу барысында оны түсінесіздер. Шалбардың артқы бөлігін ортасын айберлокпен тігіп аламыз. Алдыңғы бөлігінде тура ортасын айналдыра осы жерді айберлокпен тігіп аламыз. Одан кейін мына сызық бойынша тура осы аралықтан түзу тігіспен қайтадан тігіп шығамыз. Міне айберлокпен тігіп алдық. Артқы бөліктің ортасын енді осы жерде түзу тігіспен тағы бір тігіп жатырмын. Өйткені бұл өте көп отыратын болғандықтан жақсы болып шығу қажет. Ал төменгі мынау майысып тұрған жағын тігісіміз сөгіліп кетпес үшін міндетті түрде матаны тартып отырып тігеміз. Сол кезде тігістің сапасы жақсы болып шығады. Міне осылай. Енді алдыңғы бөлік тіккен кезде тура осы орталық айберлок жасалынған жермен бірдей етіп түзу алып келіп төмен қарай алып кетеміз. Міне осылай. Орта бөлігін тігіп болғаннан кейін осылай. Енді мына аралықты тура осылай қиғаштап тігіп шығуымыз қажет. Қалтаның орнына осылай дублерин жабыстырамыз теріс жақ бетінен. Міне тіккен кезде тура сызық бойымен тіге берсеңіздер болады. Осы деңгейге дейін тіке алып келеміз. Бұрылатын жерін өте аккуратно әрбір тігісті 1-2 тіккеннен кейін осылай қолмен айналдырып майыстырып отырамыз. Сол кезде жиегі майысып дөңгеленіп әдемі болып шығады. Міне тіккен кезде осындай болып көрінеді. Енді қалтаның орнын парақта шығару үшін тура ортасынан қырыққан орында қайтадан скотч жасап тастадым. Алдыңғы бөлікті тігіп алдық. Теріс жақ бетінен үтіктеп алдық жақсылап. Енді қалтаның орнын осылай сызып аламыз. Екінші жақ бетіне осы лекаланы сызу үшін лекаланы теріс қарай қойып, онында сызып аламыз. Біздің тігісіміз бірдей болып шығу үшін осылай қайтадан линейкамен үстінен қойып, бір тегіс етіп, түзу етіп сызамыз. Қисық болып тұрған жерлер болса, бормен тегістеп аламыз. Менің замогым кішкене үлкендеу болғаннан кейін, мынау екінші жақ бетін сызықтан 3-4 мм-ге үлкендеу сыздым. Міне замогымның көлемі үлкендеу менің. Ал егер кәдімгі жіңішке замок болатын болса, тура осы 1 см қалдырсаңыздар болады. Одан кейін тура ортасына осылай 3 бұрыш жасап, ортасын түзу етіп сызамыз. Яғни бұл аралықтан біз қырқатын аламыз. Тура осы аралықтан ортасынан қырқып аламыз. Мына 3 бұрышты міндетті түрде 3 бұрыш етіп қырқу қажет. Оны ар бетіне тіккен кезде көресіздер. Егер бірінші рет тігетін болсаңыз, осындай замокты міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, одан кейін барып тігіңіздер. Енді осы аралыққа замок сәйкес келу үшін замокқа бормен сызып белгілеп аламыз. Қай аралыққа дейін сызылып тігілетіні. Міне осылай белгі қойып аламыз. Замоктың екі жақ бетіне де белгі қойып жатырмын. Тіккен кезде оңай болу үшін. Міне замокты ашып, енді осылай тігетін боламыз. Замогымызды осылай инеменен қыстырып аламыз. Міне астыңғы жағында тура 3 бұрыш қырқылған аралыққа дейін инеменен қыстырып шығамыз.
бірінші бір жақ бетін инемен қыстырып тігіп аламыз осы аралықта. Менде арнайы замок бар. Осындай замокты тігу үшін жіңішке лапка бар. Сол лапканы пайдаланып тігетін боламын. Егер сіздерде жоқ болса, осындай лапка, бұл кезде потайной замок тігетін лапкамен тіксеңіздер болады. Міне осы замоктың тура ортасындағы ілгектері бар ғой, сол ілгектеріне тақап отырып лапканы тігеміз. Міне осылай астындағы борды сәйкестендіріп, сызылған сызықты сәйкестендіріп қойып отырып тігеміз. Артық жіптерінің барлығын кесіп тастаймыз. Енді екінші жақ бетін сәйкестендіреміз. Міне тура осылай тұрған кезде мынау сызыққа қырқылған жеріміз бар ғой, соны сызыққа сәйкестендіріп қойып инемен қыстырамыз. Міне осылай. Тура жиегінен бастап қыстырып жатырмын. Қазір оң бетіне аударып, дұрыс па жоқ па тексереміз. Екінші жақ бетінде дәл сол сызыққа сәйкестендіріп қыстырамыз. Ортасынан да бір жерден инемен қыстырып қоямыз. Енді бірден тік тастамас бұрын арғы бетіне замокты жауып тексеріп көреміз. Осы аралықтар дұрыс тұр ма жоқ па тексеріп аламыз. Тіпті осы кезде осылай теріс жақ бетінен қайырып үтіктеп алып барып тіксеңіз де болады. Менде қараңыз, бірінші қайырған кезде осылай екі түрлі болып қалған. Екі түрлі болғаннан кейін кішкене қайтадан замокты төмен қарай түсіріп, бірдей етіп сәйкестендіріп жатырмын екі жақ бетін. Енді оң бетіне аударып қараймын, қалай болды. Осылай әр істегеніңізде қисық болып қалып жатса, міндетті түрде теріс жақ бетінен бір үтіктеп алып, одан кейін барып замокты қойсаңыздар оңай болады. Тағы бір әдісі бар, қазір көрсетемін. Міне осылай сыртқы жақ бетінен инені қыстырып аласыз. Тікесінен тур замоктың бойымен тікесімен қыстырып аламыз да, астыңғы жағындағы шығып тұрған орынды сосын осылай инемен қыстырып ала саламыз. Бір жақ бетін сәйкестендірсек, екінші жақ беті де сәйкес келеді. Міне осылай инемен қыстырып. Сосын екінші жақ бетінде тур солай инемен сәйкестендіріп іліп алғаннан кейін, бірінші жағын тіккендей тур сондай етіп екінші жақ бетіне тігіп шығамыз. Тігіп отқан кезде осылай замокты лапканың астынан ары бері жылжытып отырамыз. Міне замоктың екі жақ бетін тігіп алдық. Енді замок әдемі болу үшін үстіңгі жағынан бастырып тігуіміз қажет. Үстіңгі жағынан тігу үшін осылай жоғары жақта қалдырып кеткен тілшелерін инеменен осылайынан қыстырып аламыз. Енді қалтаны астыңғы жағына осылайынан тігіп тастамас бұрын бірінші айналдыра тігіп алуымыз қажет. Замогымыз мықты болу үшін 0,1 см арақашықтықтан осылай айналдыра бастырып тігеміз. Бірақ осылай тікпес бұрын міндетті түрде жақсылап бір үтіктеп алыңыздар. Содан кейін барып тігесіз. Бұрышын осылай инеменен қыстырып қойып барып айналдырсаңыздар оңай болады. Замоктың үстін тіккенде асықпай тігіңіздер, немесе замок қатты болса инені сындырып жібереді. Замоктың жоғарғы жағын тіккенде міндетті түрде жақсылап закрепка беріңіздер. Қайтадан әрбір қолды салған кезде тігісіңіз сөгіліп кетпес үшін. Енді артық осылай тұрған жіптерінің барлығын кесіп тастап, мұқият қараңыздар, екі түрлі біздің қалтаның деталі бар.
осы екі түрлі, мынау ұзын 1 сантиметр шығып тұрғаны замоктың артқы бөлік тігілетін жақ бетіне тігіледі, яғни матаның шет жақ бетіне тігіледі. Осылай замоктың тігістің жанынан айналдыра отырып соңына дейін тігіп аламыз. Осылай тігіп алғаннан кейін екінші детальді екінші жақ бетіне тігеміз. Мына осы бетіне қаратып, екінші жақ детальді екінші бетіне тігеміз. Міне осылай соңына дейін тігіп аламыз. Тігіп болғаннан кейін оң бетінен қараңыздар, осылай әдемі болып тұрады. Теріс жақ бетінде мынау 1 сантиметр біздің замокқа берілген. Осы астыңғы жақ деталінен бастап айналдыра отырып, қалтаның жиегін айналдырып 1 сантиметр ара қашықтықтан тігіп шығамыз. Соңына дейін осылай айналдырамыз. Жоғарғы жақ бетінде замоктың үстіңгі жақ бетімен біріктіріп, бекітіп тастаймыз. Сосын осы тігісті айналдыра оверлоктап аламыз. Міне қалталарымыз дайын. Негізгі деталь осы жерде қалта көрсетілді сіздерге. Енді шалбарымыздың қалған бөліктерін бір-біріне біріктіру үшін алдыңғы жақ, артқы жақ беттерін, артқы бетін осылай қойып алып, сосын алдыңғы жақ бетін үстіне қоямыз. Ең бірінші алдындағы, ортадағы тігісті бір-біріне біріктіреміз. Сосын жанындағы тігістерді бір-біріне біріктіріп шығамыз. Бірдей болу үшін әдеттегідей инеменен қыстырып аламыз. Сосын осыдан бастап төменге қарай мына жақ бетті айналдыра бірдей етіп тігіп шығуымыз қажет. Міне, мына жақтан бастап осылай инемен қыстырып алып, бір тегістетеміз, сосын жан бөліктерінде тігіп аламыз. Одан кейін белдігін тігетін кезде алдыңғы жаққа 10 сантиметр ара қашықтыққа осылай екі жақ бетіне белгі қойдым. Және артқы ортасын түзу тігіспен тігіп аламыз. Енді тура осы белгіленген 1 сантиметр немесе 0,5 сантиметрге резинаны ішке қарай өткізіп, белімізге есептеп аламыз. Белімізден 10 сантиметрге кішкентай болатын жерді алып тастаймыз еще. Міне осы жерге бір тігіс тігіп алдым. Одан кейін екінші жақ бетіне резинаның екінші жақ бетін осылай қойып, резина мынау белдікшенің ішінде тұрғанда бір бағытта тұратын қадағалап барып тігіңіздер. Міндетті түрде закрепка береміз. Біздің резинамыз каждый раз киіп шешкен кезде шығып кетпес үшін тағы да бір қатар тігіс жүргіземіз. Екі қатар сәндік тігіс түседі сонда. Әрі резинамыз мықты болып бекиді. Осыны тігіп алған кезде міндетті түрде резинаны беліңізге киіп көріңіз. Беліңізге шақпа тексеріп алыңыз. Егер үлкен болса, артық болып тұрған резинаны кесіп алып тастаңыз. Алдыңғы ортасы тура осындай болып тұрады. Бұны шалбардың алдының ортасына сәйкестендіреміз. Ал арт жағындағы тігісін артқы бойдың ортасына сәйкестендіреміз. Алдыңғы бойдың мынау дәл ортасын тура осы ортадағы тігіске сәйкестендіріп инемен қыстырамыз. Артқы бойдың ортасында осылай ішіне резинаны салып қыстырып шығамыз. Егер резина инемен қыстыру қиын болатын болса, онда қолмен көктеп тігіп алсаңыздар болады. Енді осыны осылай айналдыра полностью тігіп шығамыз.
балағын өзіңіздің бойыңыздың деңгейіне қарай қайыра берсеңіздер болады. Ұзындығын алдыңғы жағы осындай, міне жанындағы қалта замокпенен барлық тігістерді жақсылап үтіктейміз. Жеңін қайырып қоюға да болады, қайырмай тіке кисеңіз де болады. Алдыңғы жағына кнопка қойсаңыз да болады, өз қалауыңызға қарай. Сонымен двойкамыз дайын.